Айсұлу, неге келмедің жан? Не сен жылап жатсың ба? Қызым, не болды? Неге жылап жатсың? Әкеңмен сөйлесіп келме, сен естіп қалдың ба соны? Сен жақсы болсын дейді әкең. Жақсы оқу орнына түссе екен деп. Жоқ, мама, бүгін кастинг болды. Қаншама адамның ішінде 8 ғана адам танады, соның ішінде мен де бармын. Енді 2 адамға ғана рөл беріледі, басты рөл. Егер мен бұны жақсы өтіп шықсам, мен үлкен киноларға салам, өтінемін, мама, папаны көндірші. Бұл менің қалауым ғой. Жарайды жаным. Ондай болатын болса, басты рөлде ойнайтын болсаң, жақсы, бірақтан да уәде бер маған. Жақсы ойнап шығам деуге. Уәде берем. Уәде бер маған. Мен сен әкеңді жақсы көндіруге тырысам. Көндірем жаным. Сен үшін көндірем әкеңді. Мамам болсын мамам болсын қой көрсін қойшы бәрі құрсын ең бастысы мамам болсын сен мамам болсын елім мамам болсын Шүкір болады. Жылдың аяғы бірақ көп жұмыс. Сосын жұмыстан кешкі. Мама, папа, мен келдім. Ой, қызым келді ма? Келіп как раз тамаққа келдің отыра ғой. Қазір қоңырау береді. Мам, пап, айтпақшылар менде жақсы жаңалық бар ғой. Сабағың қалай болып жатыр, қызым? Күшті болды. Айтпақшылар бізде кастинг болып еді ғой. Сол кастингтен барлық оқушылар арасында тек қана 8 оқушыны ғана алды. Соның арасында мен бармын. Ой, қызым жарайсың. Менің қызым Роза Румбаева сияқты актриса болады. Папа, ол актриса емес, әнші ғой. Қаяқтан бейік, қазір әншілердің бәрі киноға шығып кетті ғой. Кастингтің қалай болып жатыр сонымен? Кастинг жақсы. Айтпақшылар жұп-жұпқа бөлініп алдық. Мен ағадымен бірге жұп болатын болдым. Сендерде негізі жақсы жұп шығады. Дәурен мен Ақбота Нұр сияқты. Қумаш, олар ажырасып кеткен ғой, қаяқтаған айтып сенде. Қайдан білейік қазір әйтеуір. Адам өзгерді ма, заман өзгерді ма, ажырасақтар қойып кетті ғой. Ай, оны қойшы құрсын. Сонымен жаңа 8-ін істейтін болдыңдар. Жақында түсірейін деп жатқан киноның басты рөліне алады. Басты рөлді таңдайтын ағайларың ба? Иә. Мен ағайының басшысын танимын ғой. Қойшы, ол кім? Әйелі Гүлназ. Біз екеуміз бір парта отқан тұғымыз. Бірге қайтатын тұғымыз. Так что дайындала бер видеоңа. Мен өзім сөйлесіп көрем. Ура! Мен папам күшті ғой, Асан Пердешев сияқты. Көрдің ба? Мен қызым өзіме тапқам. Теңеуге жоқ қой. Папа, енші мен тұра берейін. Қандай Гүлназ? Тоқта, сен қақын танисың оны? Қай кластасың? Мен танымайтын. Қайда бірге жүрдіңдер? Шайынше мұздақ қыпты. Жоқ, сен айт. Маған айт, сен қандай кластасың екен? Мен танымайтын қандай кластасың? Кластасың ба? Болды ғой, кластасың. Қандай кластасың? Мен танымайтын, мен бәрін танымайтын. Қой күрсін бе, қойшы бәрі құрсын бе, ең бастысы мамам болсын бе. Айсұлу! Сәлем, қалайсың? Кешегі жазған смс-терді оқымапсың ғой? Иә, не еттің келді? Кешегі жағдай үшін кешірім сұраймын, мен неге сенімен жүріп болғым келген? Жарайды, еш нәрсе етпес. Кеттік. Айтпақшы, дайындықтарың қалай болып жатыр? Бастадыңдар ма? Иә, жақсы, сендерде ше? Сенің мамам болсын бе, мамам болсын бе. Привет. Привет. Жүріңдер қыздар, дайындалайық та, бәріміз түгел жиналдық па? Қа жиналып жатырық, сен бара бермейік, Айсұлуға бірден Жарайды. Айсұлу, жарыстан жеңемін деп ойлама, жарыстан бәрібір де біз жеңеміз. Сосын сен неге Ағаділдің қасына көп жақындай бересің? Ол менің жұбым. Жарайды, оны уақытында көрерміз. Сіздерге барлығы түсінікті ғой, қазір кішкене кетіріңіздер, иә? Аха, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Өткен жолы Асланды кастинг алып келіп едім, сіздер қатыстырмай қойыпсыздар. Әрине, себебі сіздің ініңіздің жасы 4-те екен ғой. Ал біздің киностудияда оқу үшін 5 жастан жоғары болу керек. 10 бүгін қатыса беруге болатын шығар. Жалпы Аслан сабаққа қатысады ғой. Тек бізде бүгін үлкен топтың сабағы болып жатыр. 4-5 күндері кіші топтың сабағына алып келе аласыз.
Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, сау болыңыз. Ал сіз қандай сабақтан бересіз? Мен сабақтан бермеймін, осы студияның администраторымын ғой. Администратор қандай сабақтан береді? Жоқ, администратор сабақ бермейді. Кәдімгі администратор ғой тек. Онша номеріңіз беретін шығарсыз? Номер ма? Жарайды, жазып алыңыз. Аха. 8 отжимания, 7 подход приседания және 10 километр жүгіріп өзіңізді ретке келтіріп барып келіңіз. Может, сол кезде ойланып қалармын. Ал сіз ше... Сосын оған қосымша 4-5 әзіл қосып жаттап келіңіз, жарайды ма? Жақсы, сау болыңыз. Балалар, сіздерге айтар бір жағымсыз жаңалығым бар. Біздегі Дәулет әрі қарай студияда жалғастырып оқымайтын болды. Блин, Дамиржанияға обал болды. Жақсы болды ғой, конкуренттеріміз азайып жатыр. Қойсай, Жанияның ойласы.